Достар, ассалаумағалейкум. Бүгін Алмагүл микрорайонымен танысамыз. Алмагүл микрорайоны көп енді жас микрорайон деп айтпаймын, бірақ қарт микрорайон деп айтпаймын. Міне мынау роддом. Маған Алмагүл микрорайонының бір ұнайтыны город в городе ғой. Ішінде бәрі бар. Не керек бәрі бар, шын кәдімгі. Өлең айтам десең, караокеде де ішінде, PlayStation ойнайым десең, ода да ішінде, дүкендер енді үш айтпай ақ қойын. Донерің әні көріп тұрсыздар. Міне бірақ бір таңғаладым, 9-шы этаждан кейін уже газ электрический ма, сондай ар жағында Алмагүл, олар енді көп емес. Өте әдемі жағалым. Күн жел, айыпқа бермаңыздар. Желде түсірмесем болмайды, басқа жерде, басқа күні. Алмагүлде кім тұрады? Жазып қойыңыздар. Алмагүл еще маған баяғыда ұнамайтын еді, қазір что-то өзім берекеде тұрғансың ба, тартады кәдімгі. Ұнайды кәдімгі, Алмагүлде тұрғым келіп кетеді. Баяғыда енді көрем, балықшыда тұрғасын Алмагүл ұнаған жоқ. Қазір газонның дымы қалмады, Конечно, уже бір шама 10 жылдан асқан болар. Биік-то страшно. Қараңдар, Алмагүл. Маған дейін Атырауда жалғыз микрорайон осы ғой. Город в городе деген сөз ол. Ішінде условиясы бәрі бар. Дүкен, караоке, PlayStation. Баня көрген жоқ. Баня мына қарама қарсы бар мына үйге. Міне Атырауда ақша бар ғой, мына жерге газон салмас, неге салмас қой осы жерге. Газоны бар ма өзі? Газон кетіп қалды ма уақыт өте. Бұл газоны бар. Ақсамайды еще. Тұтынушылар корпоративі дейді, не бұл? Алмагүлдің ішіне енді кіріп көрдім, бірақ есімде жоқ, үйлер қалай бөше ұмытып қалдым. Так что комментарий жазып кетіңіздер. Алмагүлде кім тұрады? Кім нетеді дейсер? Біз паркіне барамыз. Вообще мына іші ұнайды Алмагүл. Мына жаққа вокзал да жақын, мына жаққа. Мына жылу. Бұйырса донер. Жеміс жидектер көрдіңіз, үйдің ішінде. Керемет. PlayStation жастар деген. Баяғыдан бір әйел бір. Неге жазбайды Алмагүлдің несі, қараңдар. Неге жазбайды? Тас емес, газон қылдыратындай әйтеуір. Натуральный емес, искусственный газонда жарайды ғой, балдар ойнайтын жерге. Міне. Мен енді Алмагүлдердің цифраларын білмеймін, бірақ ұнайды өзіме мына планы бәрі түсінікті. Мысалы привокзальный авангард деген әлі күнге дейін дұрыс білмеймін. Хотя привокзальный дейтін Алмагүлден 50 жасқа үлкен болар. Одан көп болмасы. Каспий лифт бар енді. Біз ана жерден келдік. Мынау мектеп, роддом, мектеп. Енді ана жерден істеу, цветі кетті, ремонт керек сыртына. Мерден көрдіңіздер, условияның бәрі бар. Условияның бәрі жетектер.
біліп жүруімге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз. Өтініш лайк баспай кетпеңіздерші. Бір ностальгия ретінде түсіріледі ғой бұл видео. Ертең қарармыз тағы 10 жылдан кейін 22 жылы бүгін 1 қыркүйек айтпақшы көрдіңіздер. Мына жерде қаяққа тағы чекинді ойнайық. Шу туысқандарым жан жақ микрорайонда тұратын еді, бірақ мына Алмагүлде менің таныстарым, бір танысым тұрады, ето мен білмеймін қай жақта тұрады. Таба алмай жүрмін. Номерінде де таба алмай жүрмін. Мына газонның чуть-чуть түрі сақталыпты әйтеуір. Отыратын жер ыңғайлы. Донер Кинг дейді. Мына жерде парк бар, паркісіне барайық айтпақшы. Паркісіне барайық. Жанерке деген дүкен. Тоже баяғыдан бар. Бүгін 1 қыркүйек. Білесіздер, мейрам. Мынандай собор салыпты. Адамдар басатын болып тұр ғой. Парк шынында көп адам кешке қарады. Мына жер чуть-чуть ремонтқа келтіріпті. Жоқ, әлі ремонт керек. Так. Абий Сәрсенбаев. Отыратын орындықтар көп екен. Көрдіңіздер, қазір біз Бағдаулет деген не көреміз. Главный жолмен жүріп қайтамыз тағы. Газон, мына жақта үлкен балдар ойнайтын кешке қарата. Мына газонда да шаруасы бітіп жатқан сияқты. Видео түсірсем газонның жағдайын қарап кетемін. Өзім футбол ойнаймын. Не болған газондар, жыртқан ба? Нешелес шаруасы бітті ма? Бір айналып қайтайық. Кейін Бағдаулетті көрсетейін. Караоке қалапымен осылардың біреу караоке жүр. Донер Самсаның атасы осы жерде топ тұр. Бүкіл атырау бойынша демеймін, бірақ мына жерде де бар. Міне. Мына жерде де бар. Бағдаулет. Бізде де бар атақты. Ішіне выбор көп екен, әлі. Жерде бар. Бағдаулеттің жаны. Біршама бар екен. Өзім қазір таңғалып отырмын. Чикеннің неше түрі бар екен. Біршамасы бар екен. Өзім шок болып отырмын. Білмейді екен, чикен. Реально Атыраудың ең орталығы осы енді. Чикеннің атасы. Мынау не? Кім жазылмаған? Гранд Хавик. Мына жерде де бар, жанында бар. Енді үйлер бұлар енді, бірақ осы Атыраудың 1 минуты әп-әдемі еттік, қазақ үйлер осылай. Так, Алмагүлді енді бір айналып шығамыз, кругосвет жасап, микрорайон бітсай сосын
болды уже. Так, біз роддом жаққа жолмен жүреміз қазір. НЛ деген қаптап кетті осы. Не ол комментарий жазып кетіңіздерші. Сетевой бизнес сияқты мен. Так, біз ішімен жүрдік пе? Енді ең басты жол шарлар бар. Тағы да чекен айттым ғой, не көп, чекен көп. Ломбардтар мен. Бүгін бірінші қыркүйек сабақ болып жатыр ма екен? Так, роддом. Областной болып кетті бұл. Бізде Атырауда 2 роддом, областной роддом. Мүмкін болашақ президенттер туылып жатқан болар, болашақ толының бастықтары солай өмір ғой. Дәл осы қызық өмір. Дәл осы туып отқанын ертең сен бастығың болуы мүмкін уақыт өте келе. Просто қызық сондай случайлар. Көз алдымда болып отыр ғой. Так, ауызбилен лотоматиктің титтір енді бәрі айттым ғой. Қандай условия бәрі бар Алмагүлде. Мен қазір өліп тұрмын, мындай бар екен. Фудмастер, кілем дүкені қазір өліп тұрмын бар екен. Так, мына уже привокзальный бар жағы. Каусар, кілемдер дүкені. Каусар, торговый дом. Осындай үйлер жақсы көремін. Условия бәрі бар ғой, бір шығып керек емес ешқайда. Просто көп болса бір ана центральный жақта бағалармен көп болса 4 мыңға қымбат болар мына жерде. Ондай заман кетті, ана жақ арзан, мына жақ қымбат деп. Оптовый арзан. Болды, кім келсе лайк басып қойыңдаршы. Ана жаққа Дина жақын, вокзал жақын. Дина жақын вообще тиіп тұр, Дина жөе бар ғой. Бір айналып шығайын деп отырық. Өзім білмеймін ғой, не бар екенін. Сіздер арқылы біліп тұрмын ғой, туып видеолар. Жел болмаса, ол асқа уақыт сүретін уақытта оны. Айыпқа бермеңіздер. Нұр деген заправка бар. Біршама маршрут жүретін да. Бұл қала ғой, центрге. Акимат жаққа қарай. Маршрут кенде проблема жоқ бұл жерде. Атырауда жалғыз микрорайон ғой осы. Жел не қатты болып кетті деймін, акасының ішінде жүрдім, ана жел аз болды ғой. Жаттым, окончный магазин дейді. 91-ші жылдар. Так, мына жер вообще қызық. Мына жер неге қызық, потому что телефон сататын жер бар. Маркет, алкомаркет, бәрі қараңдаршы. Қызығамын осындай жерге, қатты қызығамын. Бір комнатты үй болса да жарайды ма, потому что условия бәрі бар. Гүлзок дейді. Сіңірек талы көрініп жатыр. Остановка. Так, кондитерлік өнімдер дейді. Жедет үшін сатады заттар. Көрдіңіздер ғой. Үйдің ақтан түстің бәрі бар. Так, соңына дейін қарасаңыз, мен қатты алғыс айтамын сізге. Мына жерде де Алмагүл, мына жерде уже не қыздардың колониясы. Жел қатты да то. Сұлулық салоны бар, аяғым деген. Ломбардты қараңыздар, размерін қараңыздар. Так, Барбарис атақты шам адам келеді. Екінші этажы мейрамхана. Мына жерде мынау қазір көрсетеді. Барбарис. Күшті. Жанында уже баня ашылдық деген баяда ашық қой. Перделер салоны, мына жер торговый центр ашылды да, новыйда. Аиша деген. Ішінде енді қатты айта алмаймын торговый центрді, бірақ торговый родной бургер бар қазір.
Так, міне родной бургер. Аиша. Родной бургер. Так, Керуен Сити дейді. Аты күшті кәдімгі. Біз ана ішінде жүрдік міне. Так. Харлем деген караоке ашылып жатыр. Гиппократ. Жерде тағы сол жағында міне жерде дейді. Қалалық емхана. Көрдіңіздер ғой қандай әдемі. Так, мына жерде мына емхана. Тағы да ломбард. Одан кейін Инвиди атақты диагностикалық орталық. Грандмед, ана жерде де бар. Пожалуйста, гүл алып беремін десеңде де гүлі бар даже. 24 сағат үшін. Стоматология бар. Енді аптека жағын тұтамай қойып, олар вообще жетеді. Балалар әлемі, пожалуйста, балалар ойнатып келсе, или балалардың киімдерімен келсе. Остановка. Мейрамхана. Полиция бөлімшесі ашық екен. Не көп, мейрамхана көп, көрдіңіздер ме? Таңғалдырып жатыр мені. Так, идеал. Мына ЖК. Ұзақ салды. Айтқым келмейді уже караоке. Уж тошнит. Біз осы жерден жүріп келдік. Так, в принципе, болды уже. Артынан жүрдік қой бана. Біз Бағдаулет дегенмен шығамыз. Так, көлік жуу бар. Өз-өзін жуу сияқты. Так, қайырымдылық мекемесі бар. Мейрамхана бар. Балалардың киімдері бар. Тағы жетеді, аптека жаңа айтпай ақ қойып. Даже тренажерный зал бар, міне. Бағдаулетте болып тұр ма? Жерде гимназия бар. Күмбез сияқты. Так. Келдік Бағдаулетке. В принципе, болса Алмагүл өте күшті жер. Алмагүлде тұрасыздар ма? Комментарий жазып кетіңіз. Біліп жүремін, жазыңыздар, лайк басыңыздар, өтініш.